Ішкі істер министрлігінде міндет ерлік абырой ұранымен республикалық көркемөнерпаздар байқауы өтті. Аумақтық бөліністерден бақ сынауға келген тәртіп сақшыларына ішкі істер министрінің орынбасары Айдар Сайтбеков сәттілік тіледі. Осы жарыс дәстүрлі түрде биыл 14-ші рет өткізіліп жатыр. Өңірлерде өткен сайыстардың 139 жеңімпазы бүгін осы залда бақ сынамақ, бәрін көріп тұрсыздар. Біздің ішкі істер органдарының ең үздік қызметкерлері бүгін осы сахнада тұр деп өзім есептеймін. Біздің әріптестеріміз тек өздерінің кәсіби шеберлігімен ғана емес, сонымен қатар шығармашылық дарынымен де ерекшеленетіні бәрімізге мәлім. Өнерліге есік ашық деген дана халқымыз. Елдің тыныштығы мен қоғамның қауіпсіздігін күзеткен погонды қыз жігіттердің арасында 8 қырлы бір сырлы жандар жетерлік. Біздің жігіттер қантаңыр қаралы, біздің жігіттер енді алла ұралы. Алихан мен Ахметтің ізін жалғаған Алатаудың сақшылары. Байқау қызметімен ғана емес, талантымен тәнті еткен мамандарды көтермелеуді көздейді. Айта кету керек, биыл министрлікте кадр сапасын арттыру жылы. Сондықтан полицейлердің жан-жақтылығына ерекше мән беріледі. Сынақтан сүрінбей өтіп, топ жарғандар марапатқа ие болды.